Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ай сайынғы табыстың бір бөлігін жинап, ақша үнемдеудің қарапайым тәсілдерімен бөлісемін. Жалақы алған күні дүкенге жүгірмеңіз. 30 күн бойы сарыла күткен жалақы қолға тиген кезде көбінің дүкенге жүгіретіні жасырын емес. Алайда ай сайынғы табысыңыздың бір бөлігі артылсын десеңіз, бұл ойдан бас тартыңыз. Себебі қалтада ақша бар кезде адамдардың дені ойланбай сауда жасайды, қажетсіз дүниелерді сатып алады. Сондықтан ең алдымен керекті заттардың тізімін жасап алған жөн. Екінші, 50-20-30 қағидасы. Ай сайынғы табыстың 50% тамақ, көлік, кредит секілді міндетті шығынға жұмсалады. Ал 20%-ін депозит ретінде сақтап қойыңыз. Қалған 30% өзіңіз үшін. Ақша жинауды мақсат еткен кез келген адамға ай сайынғы табысын осылай бөлуге кеңес беремін. Үшіншіден, әр тиынды жазып жүру. Өз бюджетіңді жоспарлау – ол пайдалы іс. Табыс пен шығынды күнделікті жазып отыру арқылы ақшаның қайда жұмсалып отырғанын анық білуге болады. Зиянды әдеттерден арылу. Бұл тәсіл тек ақшаны үнемдеуге ғана емес, денсаулығыңызды жақсартуға да сеп болады. Аптасына, айына немесе жылына қанша қорап темекі тартатыныңызды және оған жұмсалатын ақшаны есептеп көріңізші. Осы зиянды әдеттен арылсаңыз, осынша ақша қалтаңызда қалар еді. Копилка – өте тиімді тәсіл. Өзіңізге үлкен әрі әдемі ақша жинайтын сандықша сатып алыңыз. Оған тек ұсақ тиын ғана емес,